Кім лайк басады, Құдай тағала ол лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Тұран ТВ дейді. Сен баға нақты төңкерістің қағидаттарын, күн тәртібін, жоспарын айтасыз ба дейді. Тұран ТВ, сен осы биліктің тетушкасы емессің ба? Онда төңкерістің күн тәртібі ертең таңертең сен орныңнан тұрып, таңертең ертерек тұрып, далаға шығып кіша деп беті қолыңды жуып, содан бауырсағыңды жеп, ТВ-ді қара, ертең таңертең мен өзім шөп барып, сол Тоқаевтың басын таспен бір қойып жарып, Қазақстанда төңкеріс жасайын. Жоспар осы. Таңертең ТВ көрерсің, е? Төңкерістің жоспарын жарияла дейді ғой. Әй, енді қазақтар. Ұйықтаңдар, тыныш жатыңдар, домбыра шертіңдер, ән айтыңдар, әнші күйшілердің ажырасқанын, анаша шеккенін, бала тапқызғанын талқылаңдар, әлеуметтік желіде соларды жұлдыз қылыңдар, Қасанды, Айжанды талқылаңдар. Со жатыңдар сосын. Сосын бір күні Тоқаев өзі әй ұят болды, тойды болды. Енді жемеймін дейді. Болды. Тыныш жатыңдар. Талибан Орта Азияға соғыс ашу мүмкін бе дейді. Әбден мүмкін. Себебі Талибан Қытайдың иті болды қазір. Талибан Қытайдың иті. Сондықтан Орта Азиядағы мынау сақал қоймайтын, хижаб кимейтін кәпірлерге соғыс аша салуы кез келген уақытта Пекин жағынан шешім қабылданып, ана Орта Азияға соғыс аш десе, Талибанның сақалы биттеп кеткен шейхтары Орта Азиялықтарды кәпір деп, сол сәтте пәтуа береді. Бұйрықты Пекин береді, пәтуаны Талибан береді. Сосын Орта Азияға соғыс ашу мүмкін. Себебі Қытай Орта Азияға өзі кірмей, Талибан арқылы кіру мүмкін. Талибан ең алдымен не өзбекке, не 30 километр шекарасы арқылы Қырғызға, ана ортада бір тау бар ғой, Қырғызбен тіке шектеспейді ауған. Сол арқылы Қырғызға келіп, сол өзбек Қырғыз арқылы қазақ жеріне шабуыл жасауы мүмкін. Президент сайлауын әділ өткізу үшін ұлттық бірыңғай тест сияқты тестілеу жүйесін, онлайн дауыс беру жүйесін жасауға бола ма дейді. Әй, бауырма, ниетің жақсы шығар. Онлайн жүйе арқылы міне бәлен адам президенттікті әділ дауыс жинады деп өзіңше әділдікті онлайн арқылы іске асырғың келеді ғой, бірақ оны Тоқаев Назарбаев тұрғанда іске асырғызбайды. Тоқаев Назарбаев тұрғанда ешқашан іске аспайды. 1 миллион полицей 10 рет, 100 реттен дауыс береді. 1 миллион мұғалімді жалдайды, фейк құжат жасай салады, фейк азаматтар келді. Бүгін таңертең берік боп, 1 сағаттан кейін серік боп, одан кейін ерік боп, одан кейін керік боп, одан кейін жерік боп дауыс бере береді. Сөйтіп жаңағы 100 мың мұғалімді дауыс бергізсінші. Не болды? Қанша адам дауыс береді? Мына зұлым Назарбаевтық, Тоқаевтық, Мәскеушіл, орысқұл, қарақшы, орыс сасыған, сәбет сасыған шалдар тұрғанда онлайн дауыс беріп әділдікке жеткіземдеуде сәбидің қиялы. Ресей армиясы қанша адам өлді? 600 мыңнан асып 700 мыңға бара жатыр. Өлген адамдар оның 3 есесі. Антарктика НАТО қорғап күзетіп отыр дейді ғой. Антарктика мәселесі бұл жерде, қазір ол жерде ешқандай елдің жеке меншігі деп жариялауға келмейді деді, бірақ Ресейдің, Қытайдың зерттеу орталықтары бар, және оның астында мұнайдың өте үлкен запасы табылды деп дабыл қағып жатыр. Ол болашақта осы Антарктикаға орыс, Қытай, жаңағы Еуропа, Америка бір таласады түптік-түбінде. Бірақ ол таласты болғызбай, орыс пен Қытайды ойран қылып жіберсе, талас болмауы мүмкін. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қазақстанда сайлау болған ғой, Камала Харрис жеңесі. Қазақстандағыдай сайлау, оны жауыңа да тілемей-ақ қой. Қазақстандағы сайлау емес қой ол. Ол сайлау емес, ол масқара, ол адамзат тарихындағы үлкен бір қылмыс. Қазақстанда ешқашан әділ сайлау болған жоқ. Ал сұрақ жауаптарыңыз болса қойыңыздар. Ассаламағалейкум, аға, Алматыда Қытайға аптап кетті дейді.
Енді не қылайық енді? Қытай қаптап кетті. Мен барып сол Алматыдан қолыма жаңа ракетке алып, тас алып, әр Қытайдың басына мен ұрып қанатып жүрейін ба да? Маған несін айтасыз Алматыда Қытай қаптап кетті деп? Қайсың ереуілге шықтың? Қайсың пикетке шықтың? Қайсың Алматыда Қытай экспансиясына қарсымыз дедің? Қайсың бүкіл туыс туған дос жараныңды жинап бір 100 адам, 200 адам боп митинг өткіздің? Енді не істеймін енді? Отырыңдар сол Қытайға қыздарыңды беріп жаңағы. Қытайдың қызын алып, құда болып, бақа шайынын жеп, сасық аузын жалап отырыңдар енді. Не істейсіңдер енді? Біз айттық, қарсы тұрыңдар дедік, күресіңдер, митингке шығыңдар дедік. Конференция өткізіңдер, айлы таяқ, қатын қалаш, кемпір шал демей, бала шаға демей, бас қосасың, осы той десе 500 қазақ жиналасың. Отырып біз Қытай экспансиясына қарсымыз, Қытайға визасыз режиммен қаптатып кіргізуге қарсымыз деп сөйлеңдер деді. Қайсың сөйледің? Енді отырыңдар мәз болып рахаттанып Қытайда. Енді Қытай қазақ бір туған болады. Енді 100 жылдан кейін жаңағы осы Қытайлардың мына Орталық Азияда сәл Қытайларға қарағанда жалпақтау, көздері қоңырқайлау бір Қытайдың бір тайпасы бар деп, Қытайдың құрамында қазақ деген тайпа боласыңдар. Болды. Қытай жиендерің пайда болады. Болды. Сосын отырасыңдар жаңағы Жаң, Серік, Уаң, Берік жаңағы Чаң Чүңпаң, Төреғали, Маң Чүңпаң, Жанар деген ат қойып отырасыңдар. Енді не істейміз? Біз айттық, зарладық, қолымыздан келетін істедік. Сол Қытайдың зұлымдығына қарсы күрескен жігітпіз ғой біз. Сол үшін түрмеге отырдық. Сол үшін түрмеден жаңа дәмін таттық. Сол үшін істі болдық, сотты болдық. Сол үшін жалалап, қаралап, бәлелеп бізді түрмеге тықты. 2019-ымыз сөйтіп түрмемен өтіп кетті. Уф деп түрмеден 2019-дың мартында ұсталып, тамызында шығып, уф тыныш болды ма деп 2020-ның январының бір істі бастағанда қайтадан іс қозғады. Бір емес, 2 қылмыстық іс қозғады. Не көрмедік біз? Ендіге Алматыда Қытай қаптап кетті дейді ғой. Құтты болсын енді Қытайларың. Не айтам енді мен? Мен барайын бен жұмыстың бәрін қайырып қойып, анау тука құсап барайын бен аяғыма бот киіп ап, мен барып көшеде қуысты аңдып тұрып, сол әр Қытайдың басына бір кірпіш бір тас ұрайын деп мен отырайын бен мен жұмыстың бәрін қайырып қойып, мен Алматыға әуежайдан түсе салғанда Тоқаев қуанып кететін шығар ананың. Қоң етін алып шашлық қып беріңдер, майға 2 қуырып шашлық қып беріңдер, мен Серікжанның санының етін жеймін деп. Тоқайларыңыз заказ берсе 1 миллион қазақ Алматының әуежайында сілекейлерге Тоқай 1 миллион теңге берем, қайсың Серікжанды әдемілеп безін алып сойып қазығарта қайырып әкеп бересіңдер, усарым саған көбірек қосып десе 1 миллион қазақ Тоқаевтан бір қаңылтыр медаль алуға, 1 миллион теңге сыйақы алуға Алматы әуежайынан пышақтарыңды қайрап, қайрақтарың менен Серікжан кесе сойып, қазығарта жасап, Тоқаевқа майға 2 қуырып апарып берсек деп тізіліп кететін шығарсыңдар. Ай болар-ау. Жақсы аман сау болыңыздар. Мен енді көрілім көп болсын десеңіздер, көз ашық көкірек ояу қазақ көп болсын десеңіздер, үздіксіз бөлісіңіздер, таратыңыздар.